Көпшіліктің таны күні бойы істелетін істерді жоспарлаудан басталады. Ол үшін қарапайым жазба кітапшасы мен қалам қажет. Ал егер қалам жазбаған жағдайда не істеу керек? Дұрыс, басқасын алу керек. Ал егер бұлды жазбаса, онда тағы біреуін. Міне қызық, бұл қаламды жазбайды. Қаншама қаламның ішінде біреуі де жазбайды. Алайда қазіргі таңда бұл мәселе емес. 21 ғасырда кез келген қаламды оңай жанасына ауыстыруға болады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл мәселені біздің ата-бабаларымыз қалай шешті? Олар хат жазу үшін не пайдаланды? Соңғы бірнеше ғасырлар ішінде бұл зат дамудың бірнеше кезеңінен өтті. Сол кезеңдермен толығырақ танысайық. Жазу үшін алғашқы құралдар тас пен таяқ болған екен. Таяқ пен құмға сурет салса, жартасқа таспен жазған. Бірақ уақыт өте келе адамзат әрине дамыды және жазу үшін жаңа құралдар ойлап тапты. Европада жануарлардың сүйегі мен сонымен қатар әртүрлі үшкір заттарды пайдаланып, балшық тақтайшаларында жазу жазған. Сонымен қатар Шығыс Азияда сол кезеңде жұқа қамыс қылқаламымен жазуды үйренді. Ол таяқша мен жануардың жүнінен жасалған қылқаламнан тұрды. Ал келесі бізде стилус. Стилус ұзындығы 8-15 см және диаметрі 1 см болатын үшкір цилиндрлік өзек түрінде жазуға арналған құрал болып табылады. Стилус қаздың қауырсынына ауыстырылды, себебі ол неғұрлым ыңғайлы және ұзақ қызмет етеді. Адамдар түрлі құстардың қауырсындарын қолдануға тырысты, бірақ жазу үшін қаздың қауырсыны жақсы келді. Оның бір ұшы сүйір бұрыш етіп кесілді. Міне, болды, қалам дайын. Кем дегенде бір сөз жазу үшін қаламды үнемі сияға малып отыруға тура келді. Ал егер қатты малып жіберсең, онда олардың артығы қағазға ағады. Келесі кезден металл қаламның пайда болуы болды. Ол әлде қайда мықты болған және оны үнемі жөндеу қажет емес еді. Мұндай қаламмен жазу оңай емес. Әріптер біртегіс болмайды. Біресе жұқа, біресе қалың. Сия кейде жайылып, қағазға өтіп кетеді. Бұл ретте қолдарды қатты кірлеген. Оны алдын алу үшін сол кезде мектептерде сорғыш деп аталатын құрғатуға арналған қағазды пайдаланды. Ал шарикті қаламның бірінші моделін 19 ғасырдың соңында американдық Джон Лаут ойлап тапты. Ол сиямен толтырылған өзектен және айналмалы шариктен тұрды. Бұл модельде бір мәселе болды. Пастасы қатты сұйық еді, сондықтан сия үнемі өзектен ағып кететін. Тек 40 жыл өткеннен кейін бұл мәселені венгр журналисті Ласло Биро шешті. Қазіргі таңда жазба қаламы адамзаттың ажырамас бөлігіне айналды. Бірақ қаламды жасау тарихында нүкте әлі қойылмаған. Миллиондаған өндірушілер күн сайын қаламның жаңа дизайнын ойластыруда. Қандай керемет, көп кішкентай заттың осындай мол тарихы бар екен ау. Мүлде ұмытып кетіппін ғой, қалам іздеуге барайын.